Жаңа ғана жинап алып келген қиярларды бірден тұздауға кірісіп кеттім. Ол үшін жақсылап тазалап жуып, екі шеттерін осылай кесіп алдым. Қияр тұздайтын банкалар буланып жатыр. Қызанақтарды да жинап алайық. Енді бізге укроп қажет. Банкалардың түбіне укроп, 4 түрлі бұрыш, міндетті түрде ащы қызыл бұрыш саламын. Осындай бөліктерін. Әр банкаға 4-5 тіс сарымсақ. Жаңа ғана қайнаған ыстық судан құйып 20 минутқа қалдырамын. Уақыт өтті, жаңа құйған суды төгіп тастадым. 2 литрлік банкаға 2 қасық тұз, 5 қасық қант саламын. Қайтадан қайнаған су құямын. Әр банкаға десертный қасықты толтырмай 70%-лық сірке қышқылын құямын. Қанты мен тұзы ерігенше томалатып аламыз. Банкаларды осылай аударып, үстін көрпемен қымтап жауып, әбден салқындағанға дейін осы жерде ұстаймыз.